Ассалаумағалейкум, бисмилля деп видеомызды бастайық. Бүгінгі видеода сіздерге осындай стружка отсос туралы айтатын боламын. Егер де сіздер форматный станокқа, ленточный, рисмусовый не болмаса струк дейтін станоктарға алғыларыңыз келіп жүрсе, сіздерге пайдалы кеңестерім бар. Және де строительный пылесоспен қандай айырмашылығы бар, сол туралы айтатын боламын. Енді бұндай стружка отсостардың 0,75, 1100, 1,5, 2, 2,2 киловаттары болады, сөйтіп кете береді. Бірақ мен 1,5 киловаттық алуға кеңес берем. Себебі 1,5 киловаттықтан төмендер кішкене әлсіздеу болады. Және де осы жоңқа жинайтын мешогы кішкентай болады. Олар 50 литр болады. Ал мұнда 153 литр, яғни 2 есе көп деп айтуға болады. Яғни біз жұмыс істеген кезде мешочығымыз жиі толмайтын болады. Әрине форматный станоктарда жаңағыдай жоңқаларымыз өте ұсақ болғандықтан және көп шықпайды. Олар енді көп тола қоймайды, бірақ мынандай струк дейтін станок болса, оны жылдам толтыратын болады. Сондықтан 153 литрлік мешочықпен алуға кеңес берем. 1,5 киловатт болса, сору күші де жақсы. Және де тағы да айтарым, стружка отсос алған кезде осы жерлері кейбіреулерінікі пластмасс болады. Және де мынаның ішінде крыльчатка болады. Сол крыльчаткасы да пластмасс болады. Бірақ міндетті түрде крыльчаткасы темір болғаннан алу керек. Қазір оның себептерін айтам. Мына жерлері пластмасс болған неге алмау керек? Себебі стружка отсоспен біз байқаусызда осындай үлкен ағаштарды сорып алатын болсақ, бұл жаңағындай крыльчаткамыз қатты айналып тұрғандықтан қатты соққы алып, мына жерлеріміз пластмасс болса сындырып жібереді, не болмаса жаңағындай крыльчаткамыздың өзі пластмасс болса, оны да сындырып жіберетін болады. Енді тура осындай конфигурация демес, кішкене конфигурациясы басқалау, бірақ пластмасс болған алмау керек. Ал мұнда барлығы темір. Қазір сіздерге мына жерін ашып көрсететін болам. Бұл жерде де өзінің бір нюанстары бар. Мінекей мына жерде менде 2 выход шығып тұр. 2 станокқа қосуға болады. Яғни 2 станокты да тарта алады. Мінекей мына жерде паузаға қойып көрлеріңізге болады. Киловаттарын барлығын. Енді үстің жағына оралатын болсақ, міндетті түрде мына фильтрді осындай фильтрдан алуға кеңес берем. Кейбіреулерінде бұл жерде жай ғана мешочек тұрады. Яғни мешочек өзіне шаң жинап тұрады да, бұл шаңды сыртқа қарай өткізеді. Яғни біз станокты қосқан кезде, осы стружка отсосты қосқан кезде, мешочегіміз жоғары қарай көтерілген кезде, сол мешочектегі барлық шаң ауаға тарайды. Яғни біз онымен дем алатын боламыз. Сондықтан ол өте зиян. Ал мынандай фильтр алатын болсақ, бұл фильтр шаңды өткізбейді 1 микронға дейін, ал мешочекпен 5 микронға дейін. Яғни айырмашылық бар. Сондықтан сіздерде мешочек болатын болса, осындай фильтрді алып салуға кеңес берем. Және де бұл фильтрдің тағы бір жақсы жері, егерде осы фильтріміздің ішінде ұсақ шаңдар жиналып бітеліп қалатын болса, осы ручканы былай қарай бұрасақ, мінекей дауысын естіп тұрғандай, мынаның ішін барлығын осы ручка арқылы айландыру арқылы ішін бәрін тазалайтын боламыз. Сол тазаланған ұсақ шаңдардың барлығы осы астыға қарай мешочекке түсетін болады. Яғни фильтрді сыртқа шығарып қағудың қажеті жоқ. Осылай айландыру арқылы ғана тазалай салатын боламыз. Енді қазір сіздерге осы жерін ашып көрсетейін. Мінекей стружка отсосымыздың переходнигін алдым. Мінекей осында осындай крест тұрады. Яғни осындай ағаштарды байқаусызда сорып алатын болсақ, осы жерге барып, ары қарай крыльчаткамызға қарай кетіп қалмайтын болады. Еш жағында крыльчатка бар. Кейбір адамдар осы крестті алып тастайды. Яғни қайта-қайта бітеп қалмас үшін, мысалға струкпен жұмыс істеген кезде жаңағыдай
көбірек жоңқалар шығуы мүмкін. Сондықтан олар біртіндеп осы жерде бітеп салатын болады. Сондықтан ондай мәселе туындамас үшін осы жердегі крестті алып тастайды. Бірақ енді мен сіздерге алмауға кеңес берер едім, себебі байқаусызда осындай ағаштарды, не болмаса бұдан сәл кішірек ағаштарды байқаусызда сорып қоятын болсақ, егер де мына защитамыз болмаса, ары қарай крыльчаткаға қарай өтіп, крыльчаткамызды темір болса да бәрібір майыстыратын болады. Ол кішкене болсын майысса, дисбаланс кетсе, вибрация беретін болады. Сондықтан бітеліп қалса, ерінбей станогымызды өшіріп, осы жерден тазалауымызға болады. Яғни мына крышкамызды ашып, қолмен сол мусорларды тазалай салған дұрыс. Сондықтан мен бұл жерді алған жоқпын, сіздерге де алуға кеңес бермеймін. Өйткені қалай сақ болсақ та байқаусызда сондай бір заттарды сорып алуымыз мүмкін. Енді осы стружка отсос пен мына строительный пылесостың қандай айырмашылығы бар? Яғни строительный пылесоспен біз жаңағыдай тас болсын, мусорлар болсын, барлығын сора береміз. Мысалға, ұсақ-түйек болт гайкаларды сорып алсақ, бұл пылесосқа ештеңке болмайды. Ал бірақ мына стружка отсоспен қатаң түрде ондай заттарды соруға болмайды. Себебі сол сорған заттарымыз, қатты заттарымыз бірден крыльчаткаға тиетін болады. Бұл бір. Екіншіден, мына салофановый мешогымызды да жыртып кетуі әбден мүмкін, себебі қатты айланып тұрғандықтан, жаңағыдай мусорларымыз бәрі айланып жерге түскендіктен, бұны сырып жыртуы әбден мүмкін. Сондықтан жаңағыдай осындай стружка отсос алып, пылесос сияқты барлық жұмысты істей берем деуге келмейді. Бұл тек опилкаларды соруға, не болмаса ағаштың жоңқаларын соруға ғана арналған құрылғы. Сондықтан осы бір стружка отсосты алып, пылесос екеуінің мәселесін шешем деп айтуға келмейді. Сондықтан бұнымен пылесос соратын заттарды соруға болмайды. Енді строительный пылесоспен де барлығын сора беруге болғанменен, мынандай станоктарға оның күші жетпейді. Яғни бұған осындай 100 мм диаметрі шлангылар қажет екен, мынау сияқты. Және де осындай переходниктары бар. Мінекей әртүрлі. Бұл переходниктер барлығы бір-біріне киілетін екен. Жаңағыдай қолданатын инструменттеріміздің диаметріне байланысты. Станогымыздың аяқ жағында мінекей роликтері бар. Яғни стружка отсосымызды жылжытқанға өте ыңғайлы. Яғни шлангымыз жетпей жатса, кез келген жерге жылжытуға болады. Және де айтып өткенімдей, үстің жағында мешочкпен алуға кеңес бермеймін. Егер де мешочкпен болып, бұл стружка отсос басқа бөлмеде тұрса, сіз жұмыс істемейтін, онда болады. Яғни шаң болса да, келесі бөлмеде шаң болып тұра береді. Өзіңіз мына жақта таза ауаны жұтатын боласыз. Бірақ дегенмен де мына мешочек толып кететін болса, оны енді келесі бөлмеге барып, қарап, бақылап отыру керек болады. Ал мынандай фильтр болса, бірден көз алдыңызда тұрады, яғни толып кетсе, бірден өшіріп айырбастағаныңызға өзіңізге ыңғайлы болады. Ал қазір стружка отсосымызды қосып көрейік. Содан кейін мінекей станокқа шлангымызды жалғап қойдым. Мына ағашты біраз сүріктеп көрсетейін сіздерге. Станоктың дауысын естейік.
Мінекей өздеріңіз байқағандарыңыздай мешоктың қабырғаларында жаңағындай опилкаларымыз қатты айналады. Жоғарыда айтып өткендей темір болттар не болмаса ағаштың үлкен қиындыларын байқаусызда сорып алатын болсақ, мына мешочогымызды міндетті түрде жыртатын болады, және де крыльчаткаға да зиян тигізетін болады. Енді сіздердің қосымша сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Баршаларыңызға комментарийде жауап беремін. Алдағы видеоларда тағы да станоктар, пайдалы кеңестер болады. Арнаға жазылып қойсаңыздар, көптеген пайдалы кеңестермен бөлісетін болам. Бүгінгі енді қадір түндеріңіздегі барша дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Келесі видеоларда жолыққанша аман есен сау болыңыздар.